Осы мен бүгін пендешіліктен бастайын деп отырмын. Жасыма қарамай, понедельник күні, енді бүгін среда ғой, енді 19 күні тойға бардым. Ой, жаңағы тойдың басынан бастап аяғына шейін секірдім ғой, биледім ғой, шошаңдап. Мынандай каблук 12 сантиметр. Қоймай биледім. Кеше енді соны енді қайынсіңлімнің тойы ғой. Ой, жише керемет болды, елдің бәрі айтып жатыр, жасына қарамай, жеңген көшті билейді екен, қандай екен, анамнау, сіз өзіңіз түкіріп қойдыңыз ба, бір нәрселер жасадыңыз ба? Жасадым. Кегеннен кейін тұзға шомылдым, үйттім, бүйттім, бәрін жасадым, бәрі нормальны деп кеше мақтандым. Сөйтіп, бүгін енді Құдайға шүкір, енді кеше кешке жақын ертелік жаттым, как всегда енді 9-дан сәл аса, но түнде ояндым енді. Басым солқылдап жатыр, страшно енді. Шыдай алмай давлениемді өлшесем, давлением көтеріліп кеткен. А менің давлением, білмем, қай уақытта соңғы рет көтерілген, есімде жоқ, уже есімде жоқ. Ал мен баяғыда осы медицинаға келмей тұрып, күнде осылай басым ауыратынмын, күнде түнде оянатынмын, күнде физотенс ішетімін, маған только физотенс көмектеседі. Бұрын мен каждый день, бәрбір күні осындай басым ауыратын. Сонда қалай өмір сүрген мен білмеймін. Соны даже ұмытып кеткен ғой қазір. Міне көрдіңіздер ме пендешілік деген. Сол себептен мен не айтқым келіп отыр? Сіздерге айтқым келіп отырғаны, қараңыздар. Егер өздеріңізді емдей бастасаңыздар, тастап кетпеңіздер. Соны аяғына шейін істеңіздер. Сосудтарыңыздың бәрі орнына келсін, капиллярыңыздың бәрі орнына келсін. Сөйтіп өзіңіз анандай керемет, тамаша өмір сүріңіз, тамаша ұйықтаңыз, тамаша билеңіз тойда, елдің бәрін қызықтырып деген сияқты. Так что соған қарап отырып мен 5 жыл емдегеннің өзінде, соның өзінде анда-санда көрдіңіздер ма? Бәрбір сырып болады екен. Сол себептен өздеріңізге қараңыздар. Бәріңізге осыны айтқым келіп еді. Кімге қызық, астында контакт, маған WhatsApp-қа шығуларыңызға болады.